Құрметті әріптестер, мен сіздерді көз әдісімен таныстырғым келіп отыр. Бұл әдістің мақсаты оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілетін арттыру болып табылады. Бұл әдістің шарттары: жұмыстану барысында мұғалімде оқушыларда сөйлемейді. Жоспар бойынша өткізілген белгілі бір тақырып бойынша сабақтан кейін мұғалім тақтаға суреттеріледі. Оқушыларға берілетін тапсырма суреттерге қарау арқылы, ойлану арқылы тарихи диктант жұмысын орындау. Мысалы, Кеңес одағының елтаңбасы, Сталиннің, қазақ зиялы қауымының, ұлы отан соғысының және тәуелсіз Қазақстанның суреті делік. Оқушылар тақырып бойынша жалпы осы суреттердің ортақ дүниесін анықтап, өздері тарихи диктант жұмысын орындайды. Осы әдістің арқасында оқушылардың ойлау және жазу қабілеттері арта түседі.